Tanışıp koyыңыздар, бұл. Және біз оны тіріде көрмейміз. Тексерейік, тірі шыға ала ма екен? Дайынсың қойып, бастайық. Өте қора қалыпты демалған жағдайда бар жоғы 5,5 сағатқа ғана жетеді. Бұл кішкене қобалжығандықтан 2 есе демалуды. Әр артық демалған сайын өлімің жақындайды бұл. Сондықтан да сабыр сақта бұл. Моланың стандарттық тереңдігі 2 метр. Ал жаңа қазылған топырақты айтса кетсек, астынан қанша айқайласа да жоғарыға естілмейді. Демек Бобтың өзі шығуы қажет. Ең алдымен моланың есігін сындыру қажет. Қалыңдығы 25 мм-лік жалаңаш қолмен. Убит Билладағы Чони Мамба болмағандықтан, Оған тек ғажайып қана көмектесе алады. Ғажайыптарға сенесің бе, Боб? бәрі болған менен. Моланың ішіне кірген топырақ басыңды басытсай. Сондықтан да қарсы алдыңдағы ағашты сындырып шығудың қажеті жоқ. Мейлі жолың болып кетіп бірдеңе қылдық дейді. Енді саған жерді қазып шығу қажет. Оған 1,5 сағат кетеді. Бірақ есебіміз бойынша саған оттек қоры 1 сағатқа ғана жетеді. Асық Боб, оттек жетіспеушілігінен ол 2 есе тез шаршайды. Бас ауыра бастайды, ұйқышылық пайда болады. Бірақ Боб жарық сәулені көріп тұрғандай. Уайымдама, Боб, бұл жай ғана галлюцинация. 10 минуттан кейін клинический смерть болады. Ыңғайсыз болды ғой. Саған кедергі жасамақ қояйық. Шығып кетуің мен. Лүпілдетіп каналға тіркеліңдер. Астанада жоқ, Алматыда жоқ.